Сәлем достар, мен бүгін сіздерге Инстаграмда стористе қалай свайп жасауға болатынын көрсететін боламын. Ал енді менімен бірге болыңыздар. Бірінші Инстаграм парақшамызға кіреміз. Қазір загрузка болып жатыр. Міне, бұл менің аккаунтым, яғни аккаунтымызға кіреміз. Мұнда аккаунтты басып. Міне осы менің аккаунтым, яғни Target Online Ads. Өздеріңізге қалаған бір публикацияны таңдайсыздар. Мысалы, мен публикацияны свайп ретінде историяға шығарғым келеді. Ол үшін міне мұнда 3 точка тұрады. Соны бетін басасыздар да. Мұнда копировать ссылку деген шығады. Соны басасыздар. Міне ссылка скопирована, потом шығып, Инстаграмнан шығамыз да. Енді Фейсбукқа кіретін боламыз. Загрузка болып жатыр. Так, енді міне кірдік. Енді жаңағы өзіміздің аккаунтымызға кіреміз. Мынау менің аккаунтым мысал ретінде. Енді қазір мұнда бізге реклама деген шығады осындай. Соның бетін басамыз. Міне объявление деп шығады. Енді мұнда привлечь посетителей на сайт деп тұрады. Яғни создать деген ішінде осы тұрады. Осының бетін басамыз. Загрузка болып жатыр қазір. Мінекей шықты. Енді осы, яғни URL, мұнда өзіміздің жаңағы терген постымыздың ссылкасын мұнда қоятын боламыз. Ставь етіп қоямыз. Сосын астына қарай түсіреміз де. Мұнда аудитория деп тұрады. Аудиториямыз таңдаймыз. Менің аудиториям бизнес болады. Яғни мен мұнда местоположениені, возраст бәрін белгілеп қойдым. Сіздер соны бетін басу арқылы, яғни изменить деген арқылы өзгерте аласыздар. Мұнда енді, яғни осыны продвигать ету үшін, ссылканы шығару үшін мұнда ақша төлеу керек болады. Негізінде мұнда сіздерге, яғни доллар США деп шығады. Мен ол маған қымбатырақ болып түсетіндіктен мен российский рубль таңдадым. Соған ауыстырып алыңыздар, бұл сіздерге тиімді болады. Яғни ақшаларыңызды үнемдеп аласыздар. Және де міне мұнда ақшаны өзіңіз ұлғайтып, немесе азайтуға да болады. Мен өзім, яғни минимальныймен істеп көрсетейін деп жатырмын. Осылай, яғни осы 76,39 рубль. Мұнда посетителей, яғни приблизительно 660 және де 1900 адамдар бізді көретін болады. Енді мұнда күнін белгілейміз. Бұл қанша күн бойы тұрады осы реклама свайп. Мен, мысал қалаған күн, например, 4 күн, яғни 4 күнге қоямыз. Бұл реклама бізге 10 сентябрьге дейін қойылатын болады. Осы 76 рубльді мен 4 күн бойы төлейтін боламын. Астына апарамыз. Яғни күнін ақшасын өздеріңіз таңдай аласыздар. Любой бір ақшаны бет қоя аласыздар. Ақшаны көбейткен сайын, мұнда сіздерді көретін адамдар да көбейе түседі. Так, енді астына барамыз да. Мұнда платеж тұрады. Осы жерге басып, ақшамызды төлейміз. Яғни, вот, добавить способ оплаты. Осыны басып, өзіміз қалаған ыңғайлы осы способпен төлейтін боламыз. Міне мұнаны басамыз, яғни новая кредитная или короче, добавить карту басамыз. Міне мұнда өздеріңіз аттарыңыз жазасыздар. Мұнда номер карты, мұнда срок действия және де код безопасности тересіздер. Бұл сіздерге мысал ретінде айтып жатырмын. Так, сосын солай ақшасын төлейсіздер, карталарыңыз жазып. Енді мұнда сосын мұнда продвигать сайт шығады, көк түсті болып, соның бетін басасыздар. Сосын мынау сіздердің таңдаған посттарыңыз свайп болып шығады. Енді осының бәрін продвигать сайт істеген соң Фейсбуктан шығып, жаңағы қайттан Инстаграм парақшасына кіретін боласыздар. Енді мен мұнда осы камера деп тұрады, сол историяны басамын. Міне
историяны енді қоямыз. Мұнда сурет таңдаймыз. Міне. Осылай жаңағы қалаған бір суретімізді қоятын боламыз. Мен мысалы ретінде жаңағы суретімізді таңдап аламыз. Мен мысалы ретінде осы суретті қойғым келіп отыр. Осы суретті енді міне мынаны басамыз. И осында сіздерге ссылка на сайт деп шығады. Негізінде мен жаңа ақша төлемегендіктен ол маған шықпады. Сол сайт на ссылка дегенді басып, жаңағы ссылкаларымызды қоямыз мұнда, публикациямыздың ссылкасын. Сосын мұнда свайп деген жазу кейін астына шығады осында. Енді біз екіншіден смайлик дегенді басып, мұнда гиф қоямыз. Гифқа свайп деп жазасыздар. Загрузка болып жатыр қазір. Осыдан қалаған бір свайптарыңыз таңдайсыздар. Мысалы, свайпай вверх деп тұрады. Осына бүйтіп қоямыз. Осылай қоямыз. Болды. Бар болғаны осы ғана. Сосын мұнда ваша история деп тұрады. Соны басып, историямызға жіберетін боламыз. Мінекей достар, бәрі де дайын. Осылайнан сіздер осылай свайп шығара аласыздар. Сіздермен болған Айдар Сымбат.